Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Түрік асханасының пидесін бүгін сіздермен бірге дайындайық. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Бізге жылы су керек. Соның үстіне сұйық май құямыз. Қантымызды саламыз. Содан кейін осындай 10 грамдық бір пачка дрожжының барлығын саламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін бір 5 минуттай күтеміз. Дрожжымыз сәл еру керек. Содан кейін осының үстіне ұнымызды салып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін осылай пакетпен жауып, жылы жерге қоямыз тез ашу үшін. Бізге бір жарты сағат уақыт керек. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Пиязды блендердан еземіз осылай. Одан кейін болгар бұрышын. Мен помидор өткізіліп дайын тұр. Міне пияз, болгар бұрышы, помидор. Осылардың үстіне фарш саламыз. Содан кейін дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Біз начинканы дайындап боламыз дегенше қамырымызды кішкене көтерілді. Енді осыларды домалақтап шығамыз. Жұмыртқаның көлемінде етіп домалақтаймыз. Барлығын домалақтап болғаннан кейін бетін пакетпен жауып қоямыз. Содан кейін шетінен алып, бір-біреулеп жайып, начинкасын салып, түйіп шығамыз. Түйіп дегенде формасын келтіріп шығамыз. Бұл қамырды біз ұзынша сопақша етіп жаямыз. Дайын болған пиделерімізді жаңа формамызға салып пісіреміз. Мен негізі әдетте астына пергамент төсеп пісіретін, бірақ осы жолы жаңағы біздің апайымыз ұн сеуіп пісірді, астына ұн сеуіп, соның үстіне қойып пісірді, және ең жоғарғы жаңағы градуста, жылдамдықта деп ғой. Ең жоғарғы градуста 240-250 градуста пісірді. И ол басқаша болды бәрібір. Дәмі өзгеше болды, маған қатты ұнады. Келесі жолы өзім жасайтын болсам, солай жасап көремін. Біз бұны жаңағы аналармен бірге жасадық. Түрік апайымыз үйретті, сондықтан осы рецепті қолымнан келгенше маңызды жерлерін түсіріп алып, сіздермен де бөлістім. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер сіздерде күшті шығып жатса, комментариймен бөлісіңіздер. Күтемін. Сау болыңыздар.